Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қазір бізде математика сабағы. Математика сабағына қош келдіңдер. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын мына бір суретке назар аударайық. Қане, суретке қарай отырып, есептерді жылдам-жылдам орындап жүрейік. Қане, жасырынып тұрған қандай сан екенін кім шешеді екен? Ойланып көрелік. Бір санына қандай санды қосқан кезде теңдігінде 10 шығады. Жарайсыңдар. 9 саны екен. Тамаша. Жасырып тұрсам 9 екен. Ал келесі есепте қандай сан жасырып тұр екен? 8-ге нешені қосқанда 10 шығады. Жарайсыңдар, балалар. Өте тамаша. Жасырып сан 2 екен. Тамаша. Ал келесі есепте қандай сан жасырып тұр екен? Жарайсыңдар. 3 санынан 7 деген санды қосқан кезде 10 шығады екен. Тамаша. Келесі есепте қандай сан жасырып тұр екен? Жарайсыңдар. 4 санына 6-ны қосқан кезде 10 шығады екен. Олай болса жасалып тұрған сан бізде 6 екен. Өте жақсы. Ал келесі есепте ше қанша деген сан жасырып тұр екен? Жарайсыңдар, балалар. 5 саны жасырылды екен. Тамаша. Ал есептеріміздің теңдіктеріне назар аударыңдаршы. Яғни 10 өте жақсы. 10 саны екен. 4 есептің төртеуінде де бірдей 10 шыққан екен. Жарайсыңдар, балалар. Болды. Тағы суретке назар аударып қараңдаршы. Барлығымызға мәлім, алма мен алмұрттың суреті. Өте жақсы. Алма бізде 4 екен. Алмұрт өте жақсы 2. Ал енді осы жемістерді теңдей бөліп көріңдерші. Алманы қаншадан бөлеміз? Жарайсыңдар. 2-2-ден бөліп аламыз. Алмұртты қаншадан теңдей бөліп аламыз? Өте жақсы. 1-1-ден бөліп аламыз. Тамаша, балалар. Бүгін біз, балалар, жаңа тақырыбымыз біздің 2, 4, 6, 8 сандарының жартысы деп аталады. Ал сабағымыздың мақсаты, балалар, тәжірибе арқылы 2, 4, 6, 8, 10 сандарының жартысын табу, ондықтарды ауызша қосу және азайтуды орындайық. Олай болса, сабағымызды жалғастырайық. Балалар, естеріңізде сақтаңдар. 2, 4, 6, 8, 10 сандар олар жұп сандар. Ал 1, 3, 5, 7, 9 сандары олар, балалар, тақ сандар. Естеріңізде сақтаңдар. Ал енді оқулықтарыңның 110-шы бетін ашып қарасаңдар, номер 1-ші есепке жақсылап тұрып назар аударып қарайық. Асан мен Әселге Қазақстан қалалары бейнеленген карточкаларды тең бөлуге көмектесу керек. Қане, көмектесейікші. Асан нешеден алады екен? Ал Әсел нешеден алады екен? Ойланып көрелік. Өте жақсы. Жарайсыңдар, балалар. Ең жоғарыда тұрған суреттерден біреуі 2-ден, екіншісі 2-ден бөліп алады. 2-2-ден бөліп алады 4 суретті. Ал қалған 6 суретті 3-3-ден бөліп алады екен. Өте жақсы. Жарайсыңдар, балалар. Тамаша. Енді келесі есепке назар аударайық. Келесі есепте Арман мен Айгүл Қазақстан қалаларының суретін салады. Ал енді осы 2 оқушыға
бояулар құйылған құтыларды қалай теңдей бөліп алу керек? Әне ойланайық. Мұқият назар аударайық. Бояуларымызға назар аударайық. Бояуларымыздың түрі біреуі көк, екінші бір түрі жасыл, үшінші түрі қызыл. Қане, қаншадан бөліп аламыз? Теңдей. Дұрыс айтасыңдар. Көк бояу үш-үштен бөліп аламыз. Жасыл бояуды төрт-төрттен бөліп аламыз. Ал қызыл бояуды өте жақсы бес-бестен бөліп алады екенбіз. Тамаша. Жарайсыңдар балалар. Өте жақсы. Ал енді балалар, есептей өлшейік. Экрандағы есепті дәптерлерімізді әдемілеп жазып, орындап көрейік. Іске сәт. Орындадық па балалар? Менің ойымша сендер барлықтарыңда дұрыс орындадыңдар деген ойдамын. Кәне, 100 азайту 20. Қанша шықты? Жарайсыңдар. 80 екен. Келесі есеп 100 азайтылған 30. Қанша шықты? Жарайсыңдар. 70 шыққан екен. Келесі есепте 90 азайтылған 30. Қанша шықты? Өте жақсы. 60 шыққан екен. Тамаша. Енді келесі есепке назар аударайық. 70 қосылған 20. Кейін неше шықты? Тамаша. 90 шыққан. Келесі 10 қосылған 60. Яғни 60 қосылған 10. Қанша шықты? Өте жақсы. 70 шыққан. Балалар, жақсылап назар аударып тыңдаңдаршы. Мен алдымен 60 қосылған 10 дедім, сонан соң 10 қосылған 60 дедім. Яғни теңдіктері бірдей шықты. Қандай ереже бар еді? Есіңізге түсірейік. Өте жақсы. Қосылғыштардың орнын ауыстырғанмен қосындының мәні өзгермейді деген ереже бар еді. Дұрыс айтасыңдар. Тамаша. Ең соңғы есеп қанша шықты? 80 қосылған 10 тең болады 90. Жарайсыңдар балалар. Өте жақсы. Тамаша. Балалар, сонымен бүгін біз қандай тақырыппен тоқталдық? Өте жақсы. 2, 4, 6, 8, 10 сандарының жартысын табуды үйрендік, сол емес пе? Өте жақсы. Тамаша. Балалар, сабағымызға рефлексия жүргізейік. Яғни бүгінгі сабақ маған бәрі түсінікті болды деген оқушы жымиып күлімдейді. Ал келесі сабақта күш салуым керек деген оқушы бар ма екен? Өте жақсы, менің ойымша ондай оқушы жоқ секілді. Бүгінгі сабақ барлығымызға түсінікті болған сияқты, сол емес пе? Жарайсыңдар балалар. Олай болса, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабаққа дейін сау саламатта болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.